Бүгінгі тақырып 4% жеңілдікке қандай көліктер ала аласыздар және оны алған дұрыс па, бұрыс па, соны көресіздер, білесіздер. Менің ойымша бұл көліктерді алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл менің ойым. Мына жазылған жазуларды жақсылап оқып, ойланып көріңіздер. Достар, маған подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Менің ойымша салонға заявка бергеннің өзінде 2-3 ай күтіңіз деп келеді. Егер де сіздің атыңызда бір көлік болатын болса, екінші көлікті өзіңіздің атыңызға ала алмайсыз. Ол туралы заңда айыппұлмен құтылуыңыз мүмкін. Бұл процесс қашан басталады? Осы сәуір айының соңында басталады. Сіздерден сұранатыным осы. Таксовать етемін, екі жұмыс істеймін деп, мынандай көлік ұшырап қалмасын, осындай көлікті оқымаңыздар. Мынандай көліктер сатылымға шығады екен енді.